Марин және оның достары. Мұхиттағы қызықтар. Теңіздің түбі басталды күн. Біздің көңілді Марин жүрек жайнап. Достарға бара жүзіп, кеш батқанша жүрек ойнап. Ойнап. Тату бәрімен асыр жүгірген. Шытырман оқиға күтеді үнемі алда. Теңіздің түбі құпия, білуден қапы қалма. Күтетін не бар? Алға лети басты. Су астында түрлі қызық күтер. Бар қиындықтар бізді айналып кетер. Кеш батқанда аяқталар ойында. Ал ертесі достармен қосыламыз ойынға. Ізгесуші Марин. Таптым. Мен батыл. Әрі тапқыр. Ізгесуші Маринмін. Мені ең шытырман оқиғалар күтіп тұр. Ізгесушіге ешқандай жұмыстың болмағаны ма? Таптым. Ізгесуші деймісің? Мынау қандай қалпақ? Мұны мен бұрынғыдан да сымбатты болып кетіпсің. Қалпағыңмен сөзіңе қарасам, сен ізгесуші болып ойнап жүрсің. Негізі мен ізгесуші Маринмін. Сонда қандай жұмыс тапты? Қараңдар. Айналмақ жоғалып кетіпті. Ол қайда кеткен? Ол қайда? Ол өзінен өзі жоғалып кетпейді, демек оны біреу ұрлаған. Марин, енді ізгесуші ғой. Ол қылмыскерді міндетті түрде ұстайды, е? Әрине, бұл істі дедуктивті әдіс арқылы ашамын. Сонда бұл кім болуы мүмкін? Кім өзінен өзі келіп мектеп мүлкін алып кетуі мүмкін? Оны кім алуы мүмкін? Гого, сенің арқаңда мен мұны түсінген сияқтымын. Достар, кеттік. Айналмақты қайтаруымыз керек. Айналмақ осында деп ойлайсың ба? Оны қала мэрі алған болуы керек. Не? Әкем айналмақты не үшін ұрлауы керек? Мэр қаланың бастығы, демек, ол қалаған затын қалаған жерден ала алады. Әкемнің акуланың суреті бар күрешкемді алғаны сияқты. Ал сендер қалай ойлайсыңдар? Қайдағын айтпа, менің әкем өмірінде еш жерден еш нәрсе рұқсатсыз алған емес. Марин, меніңше өзіңнен және қаладан бір нәрсе алу екеуі екі түрлі жағдай сияқты. Сен қалайша менің әкемнен күдіктендің? Жоға, мен тек солай ойладым. Ізгесуші ойындарың түкке тұрғысыз, менсіз ойнай беріңдер. Ей, Лоджик! Меніңше Лоджик дұрыс айтады, барлығы дұрыс ойлай бермейді. Мұндай маңызды іске полицияны араластырмай болмайды, әкеме барай. Осындағы ең мықты полиция кім? Әрине әкем, менің сүйікті әкем. Дабыл? Тұр. Не? Айналмақ өзі не үшін керек болуы мүмкін? Мен білем, қуат алу үшін. Айналмақты кім алғанын білу үшін қуаттың кімге керек екенін түсінуіміз керек. Өздерің ойлаңдаршы. Жыпылықтап жанып, дыбыс шығару үшін дабылға не керек? Қуат па? Дәл солай. Мүмкін қылмыскер мектеп айналмағын өзінің дабылы үшін қуат көзін алуға ұрлап кеткен болар. Бірақ дабылы бар жалғыз қайық бұл Альтоның әкесі ғой. Әкемнің дабылы ешқандай қуатсыз істей береді. Рас па? Лоджик дұрыс айтыпты, сенің ойларыңның бәрі ақымақтық. Мен де ізгесуші болып ойнамай. Марин, сен тым артық кеттің. Гого дұрыс айтады. Бірақ мен тек бәрінен қорытынды шығарғым келді ғой. Бұлай болсын. Мен осыны шынымен кім істегенін табамын. Сонда Альто мен Лоджик менің логикаға сүйенгенімді білетін болады. Айналмақты кім ұрлады екен? Осыны түсінуім керек.
Ол өзі кімге керек болды екен, а? Иә, неге сатып ала салмады екен? Расымен де сатып алуына болар еді ғой. Мен бәрін түсіндім. Ұрының кім екенін білесің бе? Иә, артымнан жүзіңдер. Енді қолға түсет. Не? Бұл менің әкемнің дүкені ғой. Иә, бұл барлығы сатылатын жер. Мүмкін біреу айналмақ сатып алғысы келіп, ал дүкен қожайыны оған әлгі айналмақты берген шығар. Марин, мұның аздап. Менің әкем олай істемейді. Дүкенде тек қана жаңа заттар сатылады. Расымен солай екен ау. Мұның енді тым артық. Бәрінен бұлай күдіктене беруге болмайды. Тоқташы, бұл тек менің ойым болды ғой. Маған бұл ойын ұнамайды. Мен кеттім. Го-го! Ай. Менің ойларым шынымен де ақылға сыймайтын сияқты ғой. Достарымның бәрін ренжітіп алдым. Марин, еңсеңді түсірме. Тағы біраз ойлансаң, бұл істі ашатыныңа сенімдімін. Үйге барып, үлкейткіш әйнекті алып келейін. Сонда біз қылмыс орнын жақсылап тексере аламыз. Марин және оның достары. Тез барып, үлкейткіш әйнекті алып келейін. Мынау айналмақ қой. Ол менің үйімде не қып жүр? Егер қылмыскер мен болсам ше? Жоқ, мүмкін емес. Үйде ешкім жоқ екен. Сонда мұны кім істеді? Марин, неге шықпай жатырсың? Мен кіре тұрсам бола ма? Не істесем екен? Виви! Марин, не болды? Шаршап қалдың ба? Ештеңе болған жоқ. Әлде ауырып қалдың ба? Бәлкім біраз тынығып алырсың. Я, барып тынығайын. Мына ойын шаршатып жіберді. Ізгесуші болып, басқа жолы ойнайықшы. Сау бол. Мұны істеген кім екен? Айналмақты мұнда кім әкелді? Апам, әкем, жоқ, Руби. Ұрыс олар болғаны ма? Оларды полиция тұтқындаса қайтемін. Апа, әке, Руби. Айналмақты ұрлаған үшін сенің отбасың өмір бойы қамауда болады. Апа, әке, Руби. Жоқ. Марин, өзіңе бекем бол. Марин, адамдарға мейірімді бол, ешқашанда айналмақ ұрлама. Жоқ, мені жалғыз тастамаңыздар. Жоқ, мен оларды қорғауым керек. Ұрланғанын басқалар біліп қоймай тұрып, мына айналмақты орнына іліп қоюым керек. Енді мектепке тез жүзіп баруым керек. Болды, айналмақты орнына ілу ғана қалды. Жарайды, алаңқайға барып ойнайық. Көңіл көтерейік. Иә. Марин, мен көңілдірек болатын еді. Марин ізгесуші болып ойнағанды ұнатады ғой. Әкемді айыптағанын айтсаңшы, қалай дәті барды екен? Ол әдейі істемеген шығар деп ойлаймын. Бірақ менің әкемді де айыптады ғой. Марин! Сәлем, достар. Мұнау айналмақ қой. Демек, мұны ұрлаған сен бе? Айыптаулардың бәрі көз алдау болғаны ма? Марин, сенен мұны күтпеген едім. Жоқ, сендер дұрыс түсінбедіңдер. Не? Ал сен менің әкемді дұрыс түсіндің бе? Менің әкемді де. Менікінде. Сен шектен шықтың, әуелі ұрлайсың да басқаларға жала жабасың. Иә. Мен емес, айналмақты мен алған жоқпын, мен ұрлаған жоқпын, рас айтам. Қане балалар, тоқтатыңдар. Достар бір-бірімен ұрыспау керек. Ал енді тексеру керек, оны мен жөндеп едім. Иә, жөндегем. Ал сендер барып ойнаңдар, балалар. Егер қан мырза айналмақты алып, оны жөндеп қайтадан орнына ілген болса... Онда Мариндегі қандай айналмақ? Бұл айналмақ менің үйімде қайдан жүр? Сен не, оны өзіңде білмейсің бе?
Айналмақ мұнда екен ғой. Әке, бұл айналмақ неге біздің үйде жатыр? Бізге көбірек қуат көз керек болды, сол үшін сатып алғам. Бір сәтке шығып кетіп едім, жоғалып кетіпті. Демек ешқандай ұрлық болмаған ғой. Қылмыскер де жоқ екен. Достар, әкелеріңді айыптағаным үшін кешіріңдер. Жоқ жерден жік шығарғаным ұят болды. Біз де сенен күдіктеніп едік. Ал достар бір-бірінен күдіктенбеу керек. Иә, біз тым артық кетіп қалдық. Мен қатты уайымдағаным сонша ақылмен ойлай алмай қалдым. Кешірші, Марин. Мынаны лақтырып тастау керек. Мен енді үзгесуші болғым келмейді. Бар бітіргенім, сендерді ақылға сыймайтын ойларыммен ренжітіп алдым. Марин, жүр, ойнаймыз! Бүгін біз бәріміз ізгесуші боламыз деп шештік. Бәріміз біріксек, жалғыз жүріп шеше алмайтын істі шешеміз. Арамызда мен сияқты ақылды болғандықтан барлығын дұрыс жасаймыз. Ал, Марин, бізбен ойнағың келе ме? Иә. Марин және оның достары, мұхиттағы қызықтар. Теңіздің түбі басталды күн, біздің көңілді Марин жүрек жайнап. Достарға бара жүзіп, кеш батқанша жүрек ойнап. Тақту бәрімен асыр жүгірген. Шытырман оқиға күтеді үнемі алда. Теңіздің түбі құпия, білуден қапы қалма. Күтетін не бар? Алға неке басты. Су астында түрлі қызық күтер, бар қиындықтар бізді айналып кетер. Кеш батқанда аяқталар ойында, ал ертесі достармен қосыламыз ойынға. Шебер Альдо. Альто, болды қойсаңшы. Шуламашы. Бұл сондай көңілді ғой. Альто! Жарайды. Мүмкін көшеде ойнармыз, Иә, көшеге барайық. Жарайды, бірақ балға апармайсыңдар. Балға мен көңілдірек қой. Сынып қалды. Мұны тастай салу керек. Оны маған бере салшы. Жарайды, ол енді бәрібір шиқылдамайды ғой. Мә. Рахмет. Енді не істейміз? Алаңқайға барамыз ба? Қане? Балғасы сынып еді, сайрап кетті ғой. Иә, алаңқайға барып қол аспақ ойнайық. Керемет! Тезірек жүзейік. Марин, мен сендерді қуып жетем. Менсіз ойнай беріңдер. Жарайды, қуып жет, тезірек кел. Марин? Мені қуып жет. Мен мұндамын. Ұсталдың ба? Гого, сен ұстап алған ба? Достар, қараңдаршы. Дадам, қараңдар. Мынау менің соңғы өнер табысым. Қабыршақ балға. Егер онымен бір нәрсе ұрсаңдар, қабыршақтар кастанетталар сияқты дыбыс шығарады. Ал қалай? Керемет. Керемет. Ұрып көрейінші. Мен де. Бұлай тұрыңдар, мен біріншімін. Бұл менің балғам болған. Тыңдаңдаршы, бәрің ұрып көрерсіңдер. Марин, сен бірінші. Керемет. Ол шынымен де нағыз кастанета сияқты дыбыс шығарады екен. Не? Оған менің балғамды неге бересің? Қайдағы сенікі, бұл менікі. Альто, сен оны лоджикке беріп едің ғой.
Жоқ, мен тек ойнай тұруға ғана бергем. Альто, сен оны тастай салмақ болып едің ғой. Мейлі, ол бұрын менікі болды ғой. Оны алсам бола ма? Өзім қайтадан ойнағым келіп қалды. Ол менікі. Мен алам. Балғам. Альто, жарайды, өзің біл. Мен өзіме тағы біреу жасап аламын. Рахмет, Лоджик. Маған да осындай керек. Лоджик, сен оны қалай жасадың? Балғаға қабыршақты бекіте салдым ғой. Ең бастысы ой, ал оны жүзеге асыру оңай. Бұл сендердің де қолдарыңнан келеді. Керемет! Мен де байқап көрсем деймін. Мен де. Жарайды, бәріміз бірге жасайық. Мен сендерге көмектесемін. Менің балғам қандай десеңші? Ей, ұрып көргілерің келе ме? Үйлеріңе барып, тастаймын деп жүрген заттарыңды әкеліңдер. Жарай ма? Иә! Ай. Жалғыз ойнаған көңілсіз екен ғой. Лоджик, міне, сен айтқан сынған заттарды алып келдік. Енді олармен не істейміз? Сендер өзі не қалайтындарыңды білесіңдер ме? Мен әлгі балға сияқты керемет бір нәрсе қалаймын. Керемет. Біз ұрмалы аспап жасай аламыз. Әртүрлі қабырлар әртүрлі дыбыс шығарады. Егер олардың бәрін біріктірсек, онда ерекше дауылпаз жасауға болады. Ғажап, содан кейін мен оларды түрлі түсті қағазбен безендірсем, менде керемет дауылпаз болады. Ал менше, мен не жасайым? Мен тастауға қимаған қораптың лентасын әкелдім. Және көшеден жинап алған маржандар мен қабыршақтарым да бар. Мен әдемі бір нәрсе жасағым келеді, тура өзім сияқты. Егер сен осының бәрін дөңгелетіп біріктірсең, тамаша тәж шығады. Тәж? Иә, тәж. Мен онымен әдемі болып кетем. Тура ханшайым сияқты. Марин, сенің ойын қарапайым, бірақ жақсы. Марин, Лоджик, маған да бір нәрсе ойластыруға көмектесіңдерші. Мен коктейльге арналған ескі түтікшелерді алып келгенем. Го, сен суретке түсіргенді ұнатасың ғой. Не деген ақыл дедім. Менде бір керемет ой бар. Қандай? Түтікшелерді біріктірсең, жақтауша шығады. Ал артына тағы бір түтікше бекітсең, ол құламайтын болады. Керемет! Рахмет, Лоджик, сен сондай ақылдысың. Иә, мен сондай ақылдымын. Лоджик, ал сен өзің не жасайсың? Мен ноутбукқа арналған қойғыш жасаймын. Мына шамның мына бөлігі сынып қалыпты. Ал мына жағын пайдалануға болады. Мен одан компьютеріме арналған алынып салынбалы қойғыш жасаймын. Сонда оны кез келген биікке, кез келген бұрышқа қоя аламын. Мәссаған, керемет! Рас па, өзіңді мақтаған жақсы емес. Бірақ мен жарадым. Жарайды, кірсейік. Марин және оның достары. Олар не істеп жатыр? Сәлем! Бізге қосылғың келе ме? Лоджик бізге көмектесіп жатыр, сондықтан бәрі жақсы шығуы керек. Рас па? Иә, сен өзің ешқашан еш нәрсе істемейсің. Мен сияқты өте ақылды досың болғаны жақсы болды. Сонда қалай? Мен өзімде бәрін жасай алам? Егер бәрін өзің жасай алсаң, балғаңды менен қайтарып алмас едің. Көрерміз, мен қазір өзім ақ керемет бір нәрсе жасаймын. Дайын! Қараңдар, керемет емес пе? Керемет! Мен де аяқтадым. Ал қалай? Әдемі болып кеттім бе? Өте әдемі екен. Тура ханшайым сияқтысың. Рас па? Өзімді ханшайым сияқты сезініп тұрмын. Ал қалай? Дауылпазымды жасап бітірдім. Мәссаған! Менің шақтаушам да дайын болды. Оған сурет салып қою керек. Иә, қазір үйге барып жақсы бір суретімді алып келейін. Қазір Лоджикке қолымнан не келетінін көрсетейін. Бірақ мұнаны қалай жасайым? Мәссаған, мұнаны өзің салдың ба? Гого, шынымен әдеммен мұнаны жасағым келеді. Керемет, най! Ал мұнаны қалай жалғастырмақсың? Әзірге еш нәрсе ойластырмадым, білмеймін. Білмеймін. Мүмкін Лоджиктен көмек сұрарсың,
Лоджиктен. Мен мұны лоджиксізде жасай алам, бәрін өзім істеймін. Альто. Саған қандай керемет поезд. Тамаша ой. Альто осыны жасағысы келеді екен. Лоджик, оған көмектесейік те. Альто бәрін өзім істеймін деді ғой. Көмектескілерің келсе, өздерің көмектесе беріңдер. Лоджик, бірақ сенің қолыңнан бұл жақсы келеді ғой. Біз сенсіз жасай алмаймыз. Дәл солай. Сен үшін ең қиын тапсырманың өзі оп-оңай. Сенсіз біздің қолымыздан еш нәрсе де келмес еді. Жарайды, бұл менің қолымнан келеді. Альтоға көмектессек, көмектесейік. Үйлеріңнен сынған заттарды алып, Альтоның үйінің жанында кездесейік. Ол қайда кетті? Енді сызбанды жоғалтып алдым. Сұмдық-ай. Керемет ой екен. Осындай тамаша пойыз жасайтыныңды неге ертерек айтпағансың? Лоджик, рахмет. Балған алып алғаным үшін ренжімеші. Мә, бұл сенікі. Оны мен жалғыз өзім ойнаған көңілсіз екен. Ал мына пойызды қалай жасау керегін білмей жатырмын. Бір нәрсені бірігіп істеген кезде, ол жалғыз жасағаннан гөрі жақсырақ шығады. Иә, бәрін достармен жасаған көңілдірек, жасаған зат та жақсы шығады. Марин дұрыс айтады. Достар! Ал енді бәрін менің айтқаным бойынша жасаймыз. Та-дам! Дайын! Мынау шын пойыздан да көшті ғой. Қане мініп алайық. Ал, дайынсыңдар ма? Маржан қарауылдары жүрдек пойызы Акбавиллаға жол тартты. Вагондарға отырыңдар! Достармен бірге пойызбен серуендеу сондай көңілді екен. Және керексіз заттардың жаңа затқа айналатыны таңғаларлық екен. Енді қоқысты аз тастайтын боламыз. Осының бәрі менің ақылымның арқасында. Бұдан былай сынған заттарды тастай салмай, олардан пайдалы бір нәрселер жасайық. Назар аударыңыздар, біздің пойыз мектептің жанынан жүзіп келеді. Әрі қарай штаб пәтерге барамыз. Марин және оның достары, мұхиттағы қызықтар. Теңіздің түбі басталды күн, біздің көңілді Марин жүрек жайнап. Достарға бара жүзіп, кеш батқанша жүрек ойнап. Тату бәрімен асыр жүгірген. Шытырман оқиға күтеді үнемі алда. Теңіздің түбі құпия, білуден қапы қалма. Күтетін не бар? Алға экипажды. Су астында түрлі қызық күтер. Бар қиындықтар бізді айналып кетер. Кеш батқанда аяқталар ойында. Ал ертесі достармен қосыламыз ойынға. Лоджикке не болды? Достар, математика бойынша олимпиада жеңімпазы Шарко роботының соңғы үлгісін алады екен. Рас па? Рас! Лоджик, сен қатысасың ғой, иә? Әрине, математика деген менің пәнім ғой. Лоджик, егер жеңсең роботыңды ойнауға бере тұрасың ба? Маған да. Уайымдамаңдар, оны штаб пәтерге алып келем. Сонда қалағандарыңша ойнайсыңдар. Достар, мен Маржанды орманда жаңа гүлді шалғын тауып алдым. Барып көрейікші. Гүлге қарайтын уақытым жоқ, дайындалуым керек. Кеттім. Виви, ренжімеш, бірақ біз Лоджикке көмектесуіміз керек. Жүріңдер, достар. Гүлдерді келесі жолы көрерміз. Ренжіме. Жарайды.
Не, тағы дұрыс емес пе? Шеше алмай жатқанымды қарашы. Лоджик, біз саған тамақ әкелдік. Міне, апам мұнда көбірек балдыр қосты. Шаршаған боларсың, жеп ал. Бәрін же миға есепқан емес, қуатты тамақ та керек. Дұрыс. Достар, бәлкім Лоджикті бұлай қинағанымыз дұрыс емес шығар. Қинау, мен дегенің кез келген жарыста жеңіп шығам ғой. Лоджикті танып тұрмын. Кеттік, достар, оны жайына қалдырайық. Жарайды, жолың болсын, Лоджик. Жолың болсын. Жолың болсын. Қазір өзіме сондай сенімді болып тұрмын. Ал жеңбей қалсамшы, енді не істеймін, не істесем екен? Я, таптым. Лоджик сабаққа неге келмеген? Мүмкін көп дайындалып, сол үшін келе алмаған болар. Иә, түні бой есеп шығарып қатты шаршаған болар. Демек ол жеңіске жетер. Достар, сендерге жаңа шалғын туралы айтқаным естеріңде ме? Сол жақта бар ғой, әдемі гүлдер көп. Барып жинаймыз ба? Гүлдер, жоқ, біз бейсбол ойнауға бара жатырмыз. Виви, ренжімеші, бүгін бейсбол ойнасақ, ертең сенімен шалғынға барамыз. Жарайды, тағы да жалғыз өзім баратын болдым. Ой. Сонымен ми белсенділігін ынталандырушы дайын. Енді тек менің миыма теріс зарядталған иондар ағысын жіберу үшін оны қосу ғана қалды. Сонда мен бұрынғыдан да ақылды бола түсем. Ал байқап көреміз бе? Өзімді сондай жеңіл сезінемін. Осылай болуы да керек еді. Ал тағы да есеп шығарып көрейік. Мен неге мұндай бос іспен айналысып отырмын? Математика көңілсіз ғой. Онан да үйге барып біраз ұйықтап алайын. Лоджик, не болды? Мектепке келмедің ғой? Иә, түнімен жұмыс істедім. Бірақ апайға ескертіп қойғам. Түнімен есеп шығардың ба, жарайсың, Лоджик. Есеп? Оның не қызығы бар? Сонда қалай? Дәл қазір сен үшін математикада маңызды не болуы мүмкін? Білмеймін, бірақ қазір есеп шығарғым келмей тұрғаны. Сонда есеп шығарғым келмейтін кез бола ма? Сен математиканы жақсы көруші едің ғой? Жақсы көрем. Оны ұнататындар бар ма не? Достар, осындасыңдар ма? Лоджик те бар ма? Исынай, оны қайдан алдың? Мұны жаңа шалғыннан тауып алдым. Мә, саған әдемсінай. Маған шалғынды көрсетесің бе? Сенің шынымен де көргің келе ме? Бірақ сен гүлді ұнатпаушы едің ғой. Солай ма? Бірақ ол сондай әдемі әрі иісі де керемет екен. Көңіл күйім көтеріліп қалды. Рас па? Онда кеттік. Кеттік. Лоджик бір түрлі ғой өзі. Иә, мүмкін есепті көп шығарған болар. Мина зақым келген. Онда біздің шарко роботымыз не болмақ? Қарап тұрмайық, арттарынан барайық. Мыналардың иісінің кереметін-ай, әдемі гүлдер екен. Виви, сен мұндай ғажайып шалғынды қалай таптың? Мен гүлдерді қатты жақсы көрем ғой. Білесің бе, Лоджик? Маған сенімен қызықты. Маған да осында келіп, мұның оқығаннан да қызықты екенін түсіндім. Рас па? Онда саған гүлмен балашуды үйретейін бе? Әрине. Онда мұқият қара. Бір гүлден ұжыласың да, ерекше сөзді айтасың. Бір нәрсе дұрыс емес. Лоджикті біреу ауыстырып кеткендей. Иә, өзіне өзі мүлдем ұқсамайды. Бұлай қол қусырып отыруға болмайды, әйтпесе ешқашанда шарконы ұтып ала алмаймыз. Лоджик түймедақпен балашып жатыр, сен алар емеспін. Оған не болған? Неге математиканы ұнатпаймын дейді? Мүмкін, ол көп есеп шығарып есінен адасып қалған шығар. Мен оқуда да шек болу керек деп айтушы едім ғой. Достар, қараңдар. Ой, бұл не? Білмеймін, бір түрлі көрінеді екен. Ми белсенділігін ынталандырғыш. Ми белсенділігін ынталандырғыш? Лоджик бұрынғыдан да ақылды болу үшін осы құрылғыны пайдаланып, бірақ онысы дұрыс болмай қалған сияқты. Солай сияқты. Сонда құрылғы дұрыс емес пе? Енді Лоджикке қалай көмектесеміз? Біз не болғанын білдік қой. Енді бұрынғы Лоджикті қайтаруымыз керек. Барри және оның достары.
гүлмен балашу көңілді екен. Я, Виви, менде саған арналған сыйлық бар. Қандай әдемі. Өзің жасадың ба? Оны бассаң жанат. Бұл керемет екен. Рахмет. Достар, бұларың не? Қозғалма, Марин, қане, тетікті бас. Не? Мұнысы нес? Тетік жоғалып кетті. Не? Ол қайда кетті? Маған осы қалпымны айт, мені жайма қалдырыңдар. Енді не істейміз? Лоджик бұрынғы қалпына түскісі келмейтін сияқты ғой. Білмеймін. Ей, Лоджик қайда? Екеуміз гүлден алқа өрмек болғанбыз. Лоджик ренжіп кетіп қалды. Біз ми ынталандырғышын пайдаланбақ болған едік. Достар, оны солай қалдыра берсек болмай ма? Маған Лоджиктің осындай болғаны көбірек ұнайды. Мен олай ойламаймын. Робот үшін бе? Мәселе ондай емес. Тек Лоджик өз қалпына келуі керек. Виви, өзің ойлашы. Мысалы, сен альто сияқты болғың келер ме еді? Жоқ, маған өзімнің осы қалпым ұнайды. Көрдің бе? Саған өзің болғанын айт. Лоджикке де солай ұнайтын. Иә, есіме түсті. Лоджик өзін қатты жақсы көруші еді ғой. Иә, бірақ біз оны бұрынғы қалпына қайтара алмай жатырмыз. Неге? Өйткені құрылғының тетігі жоқ екен. Виви, сенің түйреуішің. Не болды? Оны маған Лоджик сыйлаған. Онда тетік бар ғой, әлгі құрылғыныкіне ұқсайды. Не? Виви, бізге тетікті берші. Бірақ бұл Лоджиктің маған берген бірінші сыйлығы еді ғой. Рахмет, Виви. Я, ал енді Лоджикті қайдан табамыз? Оның қайда екенін білетін сияқтымын. Виви, сені күткенмін. Қане алқатты оқиық. Бірақ әуелі екеуміз штаб-пәтерге барып келуіміз керек. Мен онда бармаймын. Достар мені бұрынғы қалпыма түсірмекші. Сұмдық-ай. Виви, саған да мен біртүрлі көрінем бе? Иә, сен біртүрлі болып кеттің. Виви! Сол үшін штаб-пәтерге баруымыз керек. Жоқ, Виви керек емес. Өзіме осылай ұнаймын. Сен қазір өзің емессің, кеттік. Лоджик, қараш, гүл алғың келе ме? Рахмет, бірақ маған гүлдер ұнамайды. Рас па? Сен гүлді ұнатпайсың ба? Айттым ғой, гүлді ешқашан ұнатқан емеспін. Алақай, нағыз Лоджик. Лоджик, сені сағынып кеттік қой. Қатты сағындық. Бақыттымын, бақытсызбын. Бақыттымын. Ешкім менімен ойнамаса қайдан бақытты болайын? Виви! Сендер мұнда неге келдіңдер? Ал сен қалай ойлайсың? Сенімен ойнауға келдік. Иә, ойнайықшы. Ойнайық? Бірақ сендерге гүлмен ойнаған ұнамайды ғой. Ұнамағаны қалай? Біз деген гүлді, шалғынды өте жақсы көреміз, солай ғой? Иә! Рас па? Онда бәріміз балашайық. Лоджиктің жағдайы қалай? Математикалық олимпиададан жеңді ме? Мынау шарқы робот қой. Жеңген екенсің ғой. Әрине, әйтпесе мұнда ойнап жүрмес едім. Ақыры мақтаншақ Лоджикті таныдым-ау. Мынау түйреуіштің орнына басқа сыйлық. Рас па? Мұны маған сыйлайсың ба? Иә, сен маған маңызды бір нәрсені түсінуге көмектестің, рахмет. Лоджик! Ей, Виви, жолың болғанын қараш. Тыңдаш, ақыры осында екеміз сенің роботыңмен бізде ойнасақ бола ма? Менімен бірге гүлмен балашсаң, ойланып көрейін. Рас па? Қане тезірек бастайық. Маған роботты берет. Маған роботты бермейді. Ой, маған роботты берет. Маған роботты бермейді. Берет. Марин және оның достары. Мұхиттағы қызықтар. Теңіздің түбі басталды күн. Біздің көңілді Марин жүрет жайнап. Достарға бара жүзіп, кеш батқанша жүрет ойнап. Ойнап. Тарту бәрімен асыр жүгірген. Шытырман оқиға күтеді
жүреді үнемі алда. Теңіздің түбі құпия, білуден қапы қалма. Күтетін не бар? Алға неке басты. Су астында түрлі қызық күтер, бар қиындықтар бізді айналып кетер. Кеш батқанда аяқталар ойында, ал ертесі достармен қосыламыз ойынға. Қылмыскерді табу. Корки, бері кел. Асталдың ба? Біреу жүзіп өтті ме? Солай көрінген болар. Не болды? Сыртта біреу бар ма? Мұнда ешкім жоқ, Корки. Зәремді ұшырып жібердің ғой. Ой. Мына жерде ойыншығым тұр еді ғой. Корки, оны сен жасырып қойдың ба? Бүгін үйімізден бүтін бір алма бәліші жоғалып кетті. Біздің үйімізден де тамақ жоғала бастады. Бұдан қорқынышты нәрселер орын алама деп қорқамын. Дұрыс айтасыз. Өтінем, дүрлікпеңіздер. Үйді-үйлеріңізде тарқаңыздар. Ал мен мұқият тексеру жүргізем, мүмкіндігінше балаларға бас көз болыңыздар. Қалада түсініксіз жайттар орын алуда. Міне, түсінікті, ұрымыз да келді. Сонымен кірісейік. Ой! Ой! Мен саған көрсетем әлі. Бүгін алау маңына жиналып отырамыз ба? Әрине. Кездесек болар еді. Сен тауып алдым. Ол енді қайда кетті? Қайда жоғалып кетті? Қайда кетті? Ой, қорқам. Ой. Саған қалада ұры бар екен, осыдан көзіме түссін. Ай, қандай батылсың. Расымен де, егер әлдегімнің тұмау вакцинасы екпесінен қорқып, дәрігерден қашып кеткенін еске түсірсек? Виви, мұның себебі шприцтен аллергиям бар. Білесіңдер ме, достар, қалада болып жатқан жайттарды ойлап, мынадай тұжырымға келдім. Шұжықшалар күйіп кетеді. Қызарып піскендерін атам. Жалпы алғанда бір нәрселер жоғалған үйлер. Мен барып көріп келейін. Мұнда ешкім жоқ? Қорқып кетіп едік. Бұлқан мырза, бұлар әдеттегідей көрінген жерге келігіп, тұзақтарымыздың біріне түсіп қалған ғой. Шұжықшам. Оны қайсың жеп қойдың? Мен жеген жоқпын. Мен де. Ол қайда? Расымен де. Мінекей, шұжықшаларымыз жақсылап қорылсын. Олар мұнда дайындалып жатқанда кеттік сыртта ойнап келейік. Ана жерде ұры жүрді. Орныңнан тапжылма. Тапжылма. Не? Мұнау? Достар, бұл бас аяқтың баласы ғой.
келешек алып басаяқ. Керемет. Қаладағы әбігердің бәрі осы үшін болғанына сенімдісіңдер ме? Қараңдар, ойыншығым сода екен. Оның қарны аш болар. Адасып кеттің бе? Апаң қайда? Апа, яғни... Ой, Бәрі жақсы, ойыншықты ала беруіңе болады. Бәрі жақсы, кішкене басаяқ, жылама. Маринның үйінде 8 аяқ бар, басаяққа иісі ұнаған болар. Оны иісі тыныштандыратын болса керек. Маринның онымен қалай ойнағанына қараңдаршы. Балақай, халің жақсы ма? Ол апасынан қалып қойған болар. Енді не істейміз? Оған қалай көмектесеміз? Бірақ қалада алып басаяқтары еш жерде ұясалмайды. Дегенмен кейде олардың дауыстары қаладан сәл батысқа қарай орналасқан мұхит шұңғымасында естіледі. Сонда барып іздеп көрсек қайтеді? Білесіңдер ме, бірақ ересек алып басаяқтар олар сондай. Кім 2 минут бұрын батылмын деп еді? Бәрібір олар сондай үлкен. Шұңғыма біздің үйімізден мүлдем алыс емес қой. Кері жүзіп бара жатқанда сонда кіріп шықсақ қайтеді. Бәлкім ол ұясына бара жолды өзі есіне түсірер. Есіне түспесе, Альто әкем мен басқа ересектерден көмек сұрауымызға болады. Егер жолымыз болса, оның апасымен де кездесеміз. Апасымен бе? Альто қорқақ. Кан мырза, мұнда не істеп жүрсіз? Және музыканың даусын басасыз ба? Кішкентай басаяқты қорқыттыңыз. Қыстырғыштардан жасалған тұзақтан қалай өттіңіз? Ақыры ұрыны таптым ғой. Лоджик тұзағын істемейтін секілді. Дұрыс айтасың. Басқа сызбаны сынап көру керек. Кан мырза, бұл біздің құпия штаб пәтеріміз. Сізге мұнда ересектердің шақыруынсыз кіруіне болмайды деп айттым ғой. Мұның бәрі әрине керемет, алайда мұнда ұры бар. Осы ұрлықтардың артында кім тұрғанын бүкіл қаладан іздедім, енді ақыр таптым. Бірақ бұл әшейін кішкентай басаяқ қой. Сізге мұнда ешкімнің кіруіне болмайды деп айттық қой. Әсіресе ересектерге. Апаң сен үшін уайымдап жатқан болар. Балақайды үйіне қайтаратын кез келді. Алға! Алға! Альто, бәлкім сен қаларсың. Кеттік енді. Сонымен жеттік бе? Лоджик, не айтасың? Осы жаққа баруымыз керек секілді. Не, яғни анығын білмейсің бе? Олай болса, оны шақырып көрсек қайтеді? Алып басаяқты шақырамыз ба? Кан мырза, тағы да бастадыңыз ба? Музыканы өшіріңізші. Балалар, қане қылмыскерді беріңдер. Оны шұғыл түрде ұясына жеткізуіміз керек. Сондықтан бізге бөгет жасауды доғарыңыз. Достар, неден осынша қорқып кеттіңдер, Жоқ, өзіңе естелікке қалдыр. Бұдан бұлай өтінемін, байқа адасып қалма. Иә, балақай, үнем апаңның қолынан ұстап жүр, сонда қалып қоймайсың. Иә, алып апаңнан ешқашан айырылма. Сау бол, кішкентай басаяқ, өзіңді күт. Ал, жақсы басаяқ.
Сау бол, қонаққа келіп тұр. Жарай ма? Көріскенше! Ал бас аяқ, керемет. Мәссаған. Олардың мінездері ойлағанымыздан әлде қайда жұмсақ екен. Не үшін осынша уайымдадық десеңші? Ойыншығымды сағынатын болдым. Мәссаған. Жұманшақ. Қандай әдемі. Ұрлықшы, осыдан көресің. 44-ші бөлімнің соңы. Фильм Қазақстан ұлттық телеарнасының тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды 2017 жыл. Теңіздің түбі басталды күн, біздің көңілді марин жүрек.